Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лаваштан жасалатын өте дәмді тіске басар жасаймыз. Таңғы асқа әсіресе жасап берсеңіздер болады отбасыңызға. Қолжетімді азық-түліктен жасалады. Қажетті ингредиенттердің граммы описаниеда жазылып тұр. Бізге ең алдымен лаваш қажет. Менде үлкендеу 2 лаваш және асылған жұмыртқа және докторский колбаса, кез келген колбаса бола береді, және ірімшік. Ірімшік менде король Артур ірімшігі және қуырғанға сұйық май қажет. Ал енді лаваштарымызды осылай 6-7 сантиметрдей бірдей етіп осылай кесіп шығасыздар. Қайшы болса, қайшымен қырқып шықсаңыздар да болады, өте ыңғайлы. Міне дайындап алдық. Ал енді ірімшігімізді үккіштен өткіземіз. Колбасаны осылай майдалап, төртбұрыштеп турап шығамыз. Жұмыртқаны да майдалап, төртбұрыштеп тураймыз. Тұз қосудың қажеті жоқ. Бәрін араластырып, шетке қойып қоясыздар. Енді лавашымызды алып, осылай саласыздар бір шетіне. Немесе ұзыннан салсаңыздар да болады. Осылай орап шығасыздар. Мінекей, қалған артық жерін осылай ішіне кіргізіп жіберіңіздер. Мінекей, дайын болды. Осылай да жасасаңыздар болады. Егер салмасы көп болсын десеңіздер, осылай ұзыннан салып шықсаңыздар болады. Міне бәрін дайындап болдық. Енді табамызға майымызды құйып, қыздырып, баяу отта қуырып шығамыз. Қызарғанша қуырамыз. Мінекей дайын болды. Ыстық кезінде жесеңіздер өте дәмді. Суып қалса микроволновкада да жылытып берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер достар, міндетті түрде. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Менің видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Сіздермен болған Сана Сұлтан каналы. Көріскенше достар.